Не екен мынау? Түсінбедім. О, пазлдар ғой мыналар. Айтпақшы, өткен жолы мен әлгі киндер сюрпризді ашқан кезде, шынымды айтсам, мен мынандайды ашып көрген емеспін. Сәлем достар, сіздермен бірге мысық пысық арнасы. Бүгін біз мынандай киндер сюрприздарды және чупа-чупстың міне шоколадты шарларын ашып көреміз. Біздің бірінші видеомызда біз осы чупа-чупсты ашып, соның ішіне не шыққандарын, қандай ойыншықтар шыққан көрген болатынбыз. Ал енді бүгін біз осыларды ашып көреміз. Міне ыдысымды алдым. Енді мына киндер сюрпризімді ашамын. Бісміллә деп ашайық. Ішіне не шығады екен, қазір көреміз. Міне шоколадтарын мында салып тастаймын. Және де мынаны ашып көреміз. Қазір ішіне не шығады екен. Ал міне киндерімізді аштым. Мынаның ішінде қағаздары көп екен. Не екен мынау? Түсінбедім. О, пазлдар ғой мыналар. Пазлды жинау керек. Және де кішкентай мына қолтырауын ғой деймін. Қолтырауының кішкентай ғана міне баласы бар. Қазір міне пазлды жинаймыз. Пазл демекші, пазл каналының подписчиктарының саны 500 мыңға бүгін жетіпті. Сондықтан мен пазл каналын құттықтаймын. Али, Әділ, Алмас, сендерді каналдарының 500 миллион болғанымен құттықтаймын. Және де ол тоқтап қалмай, ары қарай 1 миллион, 2 миллионға дейін жете беріңдер. Міне мен пазлды жинадым, бірақ мына суретінде мынау екі жақты суреті бар екен пазлдың. Бір жағында мен мынандай сурет, ал екінші жағының суретімен біз қолдануымыз қажет екен. Ал енді мына суреттегідей, мына қолтырауының баласын мына суреттің үстіне қоямыз. Және де мына жердегі қамыстарды барлығын жиыстыруымыз керек. Қызық екен, мынаны енді жеке жиыстырады екен. Қазір көреміз қалай жиыстыру керек екен. Мынаны былай қойып, оны мына жерге қоямыз. Былай бүгеміз шықырларын. Өте ерекше екен жасауы. Міне қойдық. Ал енді біз қамыстарды қоямыз. Міне қойдық қамыстарды. Қағаздың шеттерін бұлай қайырамыз. Қамыстарды жай қалып тұрған тәрізді қылып бүйтіп шығарып майыстырып қоямыз. Міне дайын болды. Ал енді қолтыраунымызды осы жерге қоямыз. Суда жүр. Шынымен де қолтырауының баласы екен. Басында ойлап едім, бұл динозаврдың баласы ма деп түсінбей, қолтырауының баласы екен. Міне осылай біздің бір киндер сюрпризіміз міне дайын болды. Ал енді екінші киндер сюрпризімізді ашып көрейік. Бұл черепашки ниндзядағы Рафаэль. Осы Рафаэль менің балаларым кішкентай болған кезде осы черепашки ниндзяны өте жақсы көретін. Әрдайым осының мультиктарын тосып, ол кезде қазіргідей интернет жоқ. Соның өлеңін айтып, дәл сол сияқты олар не істесе соны қайталап, сол мультиктарды керемет жақсы көретін. Міне киндер сюрпризімізді аштық. Ішінен білмеймін енді не шығып жатқанын. Қазір көреміз. Міне осы. Қазір көреміз. Мынаны қалай қояды екен, қазір көріп алайық суретінен. Суретін тіпті ашып қарамадым да, бірден жинап кеттім. Не екен?
егер қателеспесем, черепашки ниндзядағы Шредер ғой деймін, қолына өзінің қаруын қойып қояйық. Бұл не қару екенін түсінбедім. Қандай қару екенін біліп жатсаңыздар, мен теріс қойып қойыппын қаруын. Қандай қару екенін біліп жатсаңыздар, маған мынаны айтып кетіңіздер. Мен түсінбедім мынау қандай қару екенін. Сол мультиктің жауызы ғой бұл, е? Есімде менің мына мультиктер. Балаларым көргенде солармен қызығып бірге көретінмін кезімде. Айтпақшы, өткен жолы мен әлгі киндер сюрпризді ашқан кезде осы кейіпкер шықты черепашки ниндзядан. Бұл не кейіпкер деп, мен қай кейіпкер деп түсінбей қойғанмын. Содан кейін сіздерден сұрағанмын, білсеңіздер жазып кетіңіздерші, мына түсінбедім қай кейіпкер екенін деп. Ал енді маған жазды балалар, бұл Крэнк екен. Бұрынғы кезде мультфильмде Крэнктің түрі басқандай тәрізді еді, сондықтан мен түсінбей қалыппын. Ал енді мынау қазір басқандай қылып шығарып жатыр екен Крэнктің түрін, мынау Крэнк екен. Осы коллекциядағы черепашки ниндзядағы міне екінші кейіпкер жиналды. Кезінде балаларым кішкентай болғанда осындай черепашки ниндзяның киндер сюрприздан көптеген түрлері шығатын, осындай черепашки ниндзяның ойыншықтарын жинайтын, соның бір фанаттары болған. Сондықтан осы черепашки ниндзя жүрегіме өте жақын менің. Екі киндер сюрпризімізді аштық. Оларды бұлай шетке қойып қойып. Ал енді біз келесі мына чупа-чупстың шоколадты шарларын ашамыз. Шынымды айтсам, мен мынандайды ашып көрген емеспін. Ішінде мынандай чупа-чупс деген жазу бар екен шоколадтың. Ал енді ашайық. Үгітіліп жатыр екен шоколадтары. Ал енді көрейік, мынаның ішінен не шығады екен. Бұл жерде де бір коллекциясы бар екен ойыншықтардың, не әртүрлі. Соның бір коллекциясының бір ойыншығы шығыпты. Қандай ойыншық екен, қазір көреміз. Бұл шыққаны Нюша деген шошқаның баласы екен. Бұл коллекция смешариктардың коллекциясы екен. Енді біз көреміз, келесі жылдары осы коллекцияны жинайтын мүмкіншілігіміз болып жатса, жинауға тырысамыз. Сіздерде қандай осындай коллекцияларыңыз бар, жазып кетіңіздер біздің арнамызға. Бізге де өте қызықты сіздерде не бар екені. Ал енді келесі біздің ашатынымыз чупа-чупстың лунтик деген шоколадты шарлары. Оның ішінде қазір не шығады? Көреміз. Қазір ашайық. Осындай ойыншықтар шықты. Қазір көреміз, бұның қандай суреті бар екен. Бұл жерде чупа-чупстың лунтик деген коллекциясы екен. Бізде шыққаны ол мынау не екен? Мынаны былай жинайды екенбіз ғой. Міне біз мынандай ойыншық құрастырдық. Мынау қазір айтамын лунтиктің коллекциясындағы Вупсин кейіпкер екен. Бұнда да бірнеше кейіпкерлер бар екен. Міне соның біреуі бізде шықты. Міне бүгін бізде шыққан осындай міне ойыншықтар шықты чупа-чупстан. Міне сіздерде қандай коллекцияларыңыз болса жазып отырыңыздар. Бізде бұрын өте көп болатын балалардың коллекциясы, бірақ бәрі уақыт өте келе бәрі жоғалып кетті. Коллекцияларымыз неше жыл жинаған болған, іздеп едім, өте аз қалыпты. Міне бүгін біздің мына чупа-чупс шоколадты шарларымыздан және киндер сюрпризімізден осындай міне ойыншықтар шықты, осындай міне кейіпкерлер шықты. Енді
келесі бір осындай тағы да киндер сюрприз ашып жатсақ, тағы да осындай коллекциямызды толықтырамыз. Ал енді біздің арнамызға пысқысып жазылып қойыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар, әр шыққан видеомызда сонда сіздер біліп отырасыздар. Ал енді қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Мысық Пысық арнасы.